Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы жаңа сабақ, 90-шы сабақ, қанша жаңғақ және заттың санын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өлеңді мәнерлеп, түсініп, тұтас оқиды. Айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жазып және есте сақтау арқылы өздері жазатын болады. Мәтіннен неше және қанша, нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді тауып, орынды қолданады. Олай болса, сабақтың тақырыбын ашу мақсатында жұмбақ жасырайын балалар. Сырты қатты, іші тәтті. Бұл не деп ойлайсыңдар? Сырты қатты, шағамыз, іші тәтті. Бұл не? Дұрыс айтасыңдар, жаңғақ. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қанша жаңғақ. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Қанша жаңғақ? Сөмкемде менің әуелде 13 жаңғақ бар еді. Науатпенен Маратқа, Саматпенен Сағатқа. Апасына қанаттың екі-екіден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшы, ал бәрін. Балалар, сонда қанша жаңғақ қалды деп ойлайсыңдар? Өзі 13 жаңғақ бар еді. Науат, Марат, Самат, Сағат, Қанаттың апасымен 5 адам болып тұр. Оның әрқайсысына екі-екіден таратсақ, сонда 10 жаңғақ екен. 13-тен 10-ды азайтсақ қанша жаңғақ қалады балалар? Өте дұрыс, 3 жаңғақ қалады екен. Жарайсыңдар балалар. Мына өлең қандай керемет екен. Бұл өлеңнің авторы Сұлтан Қалиұлы. Балалар, өлең не туралы екен? Бізге берілген өлең. Әрі өлең, жаңғақ туралы өлең, әрі бізге есеп болды. Ал балалар, осы жерде неше сұрағына жауап беретін сөздерді көрдік па? Дұрыс айтасыңдар. 13 жаңғақ. Неше жаңғақ? 13, яғни санды білдіріп тұрса, біз неше деген сұрақ қоямыз. 2-ден тараттым. Нешеден тараттым? Яғни заттың санын білдіретін сөздер қанша, неше, нешеу деген сұрақтарға жауап береді екен. Жарайсыңдар балалар, бүгін біз сабақта өлеңді тыңдадық, мазмұнын болжадық және сұрақтарға жауап бердік. Олай болса, өлеңді өздерің ұстаздарымен бірге бір қайталап, дауыстап оқимыз. Бұл өлеңнің авторы Сұлтан Қалиұлы. Сұлтан Қалиев ол ақын. 1943 жылы Жамбыл облысы Жамбыл ауданында туған. Сәлем саған, мектебім деген кітабы 1983 жылы жарық көрді. Балалар, заттың санын білдіретін сөздермен танысып болсақ, онда келесі дәптермен жұмысқа көшейік. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Біздің сыныпта 16 оқушы бар. Сыныпта 16 парта тұр. Әр партада бір бала отырады. Балалар, сендер өз сыныптарында қанша оқушы бар, соны жазыңдар. Және қанша парта бар, соны санап жазыңдар. Әр партада неше баладан отырасыңдар, солай жазыңдар. Кейбір сыныптарда 2 бала отырады, бізде сыныптарда 1 баладан отырады. Енді жазған сөздеріңе сұрақ қойып көріңдерші. 16 оқушы, неше оқушы? 16 оқушы. 16 парта, неше парта? 16 парта. 2 бала, қанша бала? 2 бала. Яғни заттың санын білдіретін сөздер біздің жазғанымыз. Балалар, олай болса, біз кішкене сергіп алайықшы. Көбелек тұрып ертемен күлімсіреп керілді. 1 дегенде шықпен бетін жуды. 2 дегенде шыр көбелек айналды. 3 дегенде гүлге қонды. 4 дегенде ұшып кетті.
яғни осы сергітуде орындарынан тұрып, екі жаққа қарай керіліп, бір дегенде бетімізді жуып көрсетіп, екі дегенде айналып, үш дегенде отырып тұрып, төрт дегенде қанатымызды қағамыз. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 қозы, 7 нан, 10 үй, 20 қалам, 50-ші үй. Осылай мысалдар құрастырсақ болады. 5 қанша деген, 7 қанша деген сұраққа жауап береді. Үшінші жаттығу: жаңылтпашты тыңдап, сан есімдерді тап. Қане бәріміз бірге қайталайықшы. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Жаңылтпашты тыңдап, сан есімдерді табады. Балалар, сан есімдерді табайықшы. 3 кіші, яғни 3, неше кіші? 3. 5 кіші, неше кіші? 5 кіші. Яғни бұл сұрақтар заттың санын білдіріп тұр. Енді 3 рет қайталап жаттап аламыз. Жақсы балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.